Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен, пілегінен емдік дәрілер жасалатынын, халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Және де базарларда асқабақтың бағасы қымбат болғандықтан, оны күнделікті ас мәзірінде қолдану үшін сатып алушылар да аз. Жалпы асқабақ қандай өсімдік? Қазақ жеріне ол қайдан әкелінді? Оны қандай ауруларға пайдалануға болады? Құрамында нендей дәрумендер бар? Бұл жөнінде де нақты деректерді де табу қиын. Баршаңызға сәлем, пайдалы кеңес каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда асқабақтың қыр-сыры жайында, адам ағзасына тигізер пайдасы жайында айтатын боламыз. Ал сіздер арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Және асқабақ жөнінде өздеріңіздің білетін деректеріңіз болса, міндетті түрде пікір қалдырып жаза кетіңіздер. Асқабақ тұқымдастарына жататын бір және көп жылдық шөптесін, қолдан өсірілетін өсімдік. Ол усыз дәмді жеміс. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мексикада, Перуда белгілі болып, 15 ғасырдың соңында Мысырға әкелінген. Асқабақ Қазақстанның барлық өңірлерінде, әсіресе оңтүстік аудандарды көбірек өсіріліп, тағамда, мал азығында пайдаланылады. Қазақстанда асқабақтың кәдімгі түрлері мен ірі асқабақтардың түрлері мен сорттары өсіріледі. Құрамында 18% құрғақ заттар, 10% сахароза, аскорбин қышқылы, каротин, тиамин, рибофлавин, дәнінде 40% май бар. Құрамында әртүрлі физикалық әсері бар кукурбитацин заты болады. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, ПП, ағзадағы зат алмасуды жеделдететін Т және қанның ұюына ықпал болатын К дәрумені, калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола 1001 ауруға ем. Көру нашарлағанда, қан аздық, артық салмақтан, тағы басқалардан арылғыңыз келетін болса, таптырмайтын ем. Шлактан тазалайтын, зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайын талғамай өсетін болғандықтан, өсіргенде химиялық препараттарды қолданбайды, өз күшімен өседі. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ мәйегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына таңуға болатынын айтады. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері белгілі. Жүрек қан тамыр аурулары, гипертония, зат алмасуда қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақ дәні балмен араластырып жеп, ішек құрттарын түсіру үшін пайдаланылады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стақан шырын ішу керек. Шырынын, яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3 қанықтырылған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С, В тобының дәрумендері де жеткілікті. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы, өт айдап паразиттерді құртатын асқабақтың өзі. Құрамында жасанды талшықтың, судың көп мөлшерінің арқасында асқабақтың арықтауға болатын емі де бар. Ас қорыту үдерістерін тездетеді, уыттардан тазартады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майларының бірі асқабақ майы. 90%-ға жуық қанықпаған майларды, 60%-ға дейін линолды қышқылдардан және 15% шамасында линолен қышқылынан тұрады. Омега-3, омега-6 май қышқылдарына бай. Асқабақ майы қуырылған асқабақтың дәнінен сығып алынады. Қошқыл жасыл немесе қою қоңыр түсі бар. Өткір хош иісті, тәтті дәмі бар. Биологиялық белсенді зат ретінде қолданылады. Құрамында май қышқылдары, пальмитин, стеарин, алеин, линол, стирин қышқылдары, фосфолипидтер, каротиноидтер, дәрумендер мен микроэлементтер бар. Асқабақ шырынын балға қосып, жатар алдында ішсе жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, тыныш ұйықтайсыз.
Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стақан шырыны немесе қайнатылған жейді. Терідегі қышыма, есекжем шыққанда не болмаса күйік шалғанда үккіштен өткен мәйегінен компресс жасайды. Сары ауыру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметі жақсарады, әрі пайдалы. Шектегі құрт дертінде асқабақты алып дәні менен мәйегін ойып алып, жылы су құяды. Жарты сағат беті жабық ыдыстың ішінде болуы керек. Дайын кезде тұнбадан күніне 4 рет астан 20 минут бұрын жарты стақан ішеді. 20 күн. 1 айдан кейін қайтадан жалғасады. Ішектегі паразиттен ең тиімді құтылудың әдісі қабығы ашылған дән ашқарында жейді. 7 шақты дәнді езіп сүтпен ішеді. Простатит кезінде жарты килограмм тазалаған асқабақ дәнін шикісін ет тартқыштан өткізіп, 1 стақан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкаға салып, қалғанын тоңазытқышқа сақтайды. Күніне 1 рет ашқарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет қана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған, буға піскен асқабақ мәйегінен ботқа дайындап күніне 2 рет 50 грамм ішеді. Жатар алдында қайнатпасына бал қосып 3 стақаннан кәдеге жаратады. Екінші жағдайда 20 бадам жаңғағына 1 шай қасық асқабақ дәнегін қосып, үстіне қайнаған су құйып 8 сағат тұндырады. Кешке таман ішу керек. Міне құрметті көрермен, бүгінгі видеомызда асқабақтың дәнінің, асқабақтың өзінің адам ағзасына қаншалықты пайдалы екенін білдіңіздер. Ақпаратымыз пайдалы болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар.